барып историямды кичине айтып кетейин кыздарга. Сонда биз Назира каршы болду да, мен операция кылдырбайм, бул операциядан кийин мен оңбой калам го деп өзүнөн өзү тырышып болбой койду. Сонда мен акча издей баштаган кезимде өзүм деле сондай состоянияда болчумун, бирок мен эч кимге айтпайтын эдим. Мен өз алдымча заниматься этет эледим да. Таңгы пробежкалар, мага жашоо керек болду да. Бүт жумуштарымды жыйыштырдым го. Өзүмдүн бизнесим бар эле, бизнесимди токтоттум. Сол кезде сама развитие менен айналышып жүргөн кезимде ана витаминдерден ичүү керек экен деп МВП компаниясында да иштеп жүрдүм. Анын витаминдерин алып жүрдүм. Сол кезде мен үйдү продажага койдум, акча керек деп. Машинамды койдум, акча кылып жасап, сону куткаруу керек болду мага. Бирок сол кезде Кудай карап туруп биздин небизге ана там да сатылган жок, акча да болгон жок. Сол кезде Назира 25-жыл ғой, мына январь, февраль кезинде нетрадиционный метод кылып лечение ала баштадык. Бирок сол да жардам берди, голодовка менен разный сокторду ичип турду. Сол кезде биздин бир тууган апкебиз Жанагүл ханым ушуну мен көрдүм, көрсөң дегенде мен сразу түшүндүм. Мен кабылдайм дедим да, бирок менин колумда Назира больной ооруп жаткан кезде сону карайм го. Күндүз карайм, түндө карайм. Кудайдан сурананда анан сол күлөм, мен өзүм эле күлө берем. Назирага айтпайм, күлөм, обливание жасайм. Сөйтүп менде чоң өзгөрүш болду. Менде күч кубатым ашып ташып, мен өзүмдүн компаниямдагы 2 ай катар менен сол компаниянын несин жаап, акча пайда боло баштады. Сол акчага анан биз Назираны да карай баштадым. Назиранын давлениясы түшүп кетти го. Мындай өзүнүн состояниясы жакшыра, бирок слабость болуп, давлениясы 40-60 басса чарчайт, мындай не кылып турду да. Сол кезде мен Назираны ошентип отуруп биз август айына келип калдык го. Август айына келип калдык, бирок мен күлө берем да, күлөм, обливание жасайм, мынтип сабактарга катышам. Мен ана знание полностью алган кезде Назираны тур энди, обливание жасайсың, ошол күлкүнү жазайбыз деп экөөбүз жасап, 3 күндө Назира бутуна туруп кетти. 5-4 күнү анын давлениясы көтөрүлүп, ордуна келип 80ге 60 болду. Анан 100гө ылдый жагы көтөрүлүп баштады да, 100гө 70 болуп, көтөрүлүп, 100гө 80 болуп, 110 болуп, анан ортосунда туруп калган кезде кан жүгүрүп, өзүнүн ана жүрөгү дагы көтөрүлүп, бүт сонун результат алдык. Биз экөөбүз колубузду кармашып алып, баса бердик. Сол кезде мен жакшы настроение болдум, мага жакты. Ошу жаттыгуулардан калбай, Салтанат ханым, сизге ыраазымын. Сиздин артыңыздан калбай, ошу занятияларда жүрүп, менде мына жерим полностью өзгөрдү. Бир күн кезде биздин Жеңиш Сулханайым менен Жанагүл апкем мага звондап калды да, биз Турцияга барабыз, ушундай болот экен деди. Анан мен барам дедим. Конгрессти көргүм келет, Довгайдын встречасына баргым келет деп мен мечта койдум. Сол күнү мен жумуш иштөө керек экен, значит баруу керек экен деп эле полностью көңүлүм баарын сояккан койдум дагы Анталияга бардым. Бул да менин бир мечтам болду. Турган жерибизден бардык. Андан кийин мен сончама адамды көргөндөн кийин мен толугу менен ишендим. Ошентип биз ана биздин туугандарыбыз баардыгы таң калды, баардыгы адамдар, жаныбыздагы айланган адамдардын баары таң калып, Назиранын басып туруп кеткенине таң калышты. Анан биз октябрь айында баары болгон кезде, октябрдан баштап 1 ай обследование жасадык да. Баардыгына жүрөгүн текшерттик, полный обследование кылып, ана нелерин да текшерткенде врачтар да таң калды, баардыгы таза чыкты, онкологиядан жок. Мен өзүмдө да болгон, ал мен Назирадан 1 ай мурун болгонмун го. Мына да щитовидкада онкология 4-стадияда, муну жасоо керек дейт го. Врачка барсам, мен прям главврачка баргам, сол отделениянын главврачы мени прям эшиктен чыгарбай, сен калууң керек, экинчи келсең кабыл албайм десе, мен кабыл албай эле коюңуз, мен тазамын деп чыгып кеттим. Бирок сонда ичимде калды го, бир точкага калып, бир точканы мен өз алдымча акча дайындап жүрөм го. Бир күнү любой учурда
бул мына ооруп калган кезде деп оюм башка жакта, бирок жумуш илдишпейм, эч кимге билгизбейм, жумушумду жасай берем. Сол кезде да даярданып жүрүм го. Ал numага 24-жылдын ноябрында болгон го. Сондан кийин эле Назира 2 айдан кийин Назира болуп калды. Экөөнү тең мен акча дайындап жүрүм го. Сол кезде ушундай жаңылыктар болуп кетти. Бул супер жамп мага жөн келген жок деп мен сонда гана жүрөгүмө түйүп алгам. Мен буну ишенем, буну билем деп мен ана Жанагүл канайымга айтып жүрдүм да. Мен жасай берем деп жасап жүрдүм. Бирок биз мынау бири бириме Салтанат канайым сизге ыраазымын. Турцияга барганда көрүп, таанышып, жакындан көргөндө мен өзүмдүн мамамдай сездим. Мама супер жамп, действительно сиз согон татыктуусуз, ылайыктуусуз, билимиңиз бар, жасаган ишиңиз сөзүңүзгө төп келип турган мыкты адамсыз. Сондо мен өзүмө ишендим. Жана ушул супер жампка 100% эмес, 1000% ишендим дегендей мен ишенип Рахмет калдым. жаным, жаным. Сен енді өзіңнің жаңағы онкологияңнан жазылдың. Назираның онкологиясы жазылды. Назира вес қоса бастапты, жаңағы несі, Вес салмағы, косуп иә, келатыр. салмағы деген вообще түсіп кеткен, давлениесі түсіп кеткен. Қазір салмақ қосылып жатыр, давлениесі көтеріліп жатыр. Бұлардың постоянно жасап отырғаны екі ақ жаттығу. Күлкі жаттығумен жаңағы не, сау бол жаттығуын жасап жатыр. Обливание. Обливание жасап отыр. Иә, аудиторингтер айтады, аны сөздерін айтады. Міне, екеуі де жазылып кетті. Міне, январь айында кім Назира төсектен тұра алмай қалған, уже әлсіреп кеткен. Ана жаңа жаттығулар жасап, қазір кеше келді, билеп жүр, не қылып жүр, уже көз алдымда өзгеріп жатты ол. Мен әдемі болып бара жатсың ғой, Назира, әдемі болып бара жаттым. Мен бірінші көрген кезде кішкене не қылғам, көрініп тұрды, қатты ауырып тұрған. Қазір күннен күнге жақсарып бара жатыр. Кім жақсартып жатыр? Өзі жақсартып жатыр. Күлипа ханым өзі жақсартып жатыр. Олар енді қазіргі кезде ол жерден бірінші денсаулық қой, бірінші байлық денсаулық. Бұл кісілер денсаулықтарын қазір түзеп жатыр. Енді Күлипа ханым, рахмет сізге. Мен супер жамптың мықты екендігін 100% емес, 1000%-ке мен бағалаймын деп отыр. Кеше қаншама история естідік, иә, қандай адамдарды орнынан тұрғызған. Қандай адамдарды орнынан тұрғызған. Құлап, уже все, кеттім ба, кетіп барам ба, мен неге осы кеттім, осақ ма мен келгенім, не қалдырдым мен бала шағама, не істедім мен деп сөйтіп шырылдап кетті кеше. Өзі деген адвокат болған ба, судья болған ба, келіп ол да историясын айтты да. Сол кезде мінекей супержам кездесті дейді. Қазір дейді үйленбей жүрген балам үйленіп кетті дейді. Тағы да қуаныштар. Енді кеше историяны айтқан кезде мен өзім таңғалдым. Супержамптың қарапайым жаттығулары адамдардың көңіл күйін көтеріп, олар кеше сондай алғыспен келді барлығы. Алғыспен келді. Мен өте қуандым. Сондай енді тамаша енді бар ғой. Мен енді маған деген менің көзіме, как вот Вера Макаренко же говорит, моим глазам не надо свидетелей. Мен өзіммен тексердім ғой оның бәрін. Поэтому я здесь на 100%. Кім Күлипа ханым сияқты мен 100 емес 1000%-ке сенемін. Сол қарапайым жаттығуларды менсінбейді ғой. Соны жасауға ерінеді ғой. Ауырғанды, наверное, жақсы көреді. Вот жалып жасап жатқанды жақсы көреді. Это им комфортно, наверное. Қойшы, одан шықшы, содан сені құтқарады, мынаны жасай берші деп айтсаң, көп адамдар енді қабылдамайды. Енді шырылдап кетемін ғой, мен шырылдап кетемін. Просто простой 200, 400, 500, 600 күле берші жаным. Будьте здоровы жасашы, сен бүткіл әлемге денсаулық тілеші. Бүткіл әлемге сен бақыт тілеші. Бүткіл әлемге ты байлық тілеші сен. Саған еселеніп келеді сол. Еселеніп келеді. Кеше мен ойнап, күліп, жайнап жүрдім. Кеше мен структурамнан тағы бір адам, мен ана кімнің Довгінің обучениесіне барам. Маған Довгінің алдындағы сабағына выступлениесін естіген, я этому человеку доверяю на 1000%. Я хочу попасть жаңағы неге, соның ушидиши деген жаңа японский домашний обучениесіне барам деп, алдына деген бейтіп жүрген, ой, маған не одобрили, мен рассрочка аламадым, анам кеше одобрили деп шығып отыр. Вот қатты адам жаңа захочет, любое желание исполняется. Она доказала. Мен сөйтіп жүрген кезде ол ана жерден оформить етіп, уже бүгін учредитель болып отыр. Оксана деген.
Оксана, Богдан деген, олар көрген де жоқпын әлі, білмеймін де. Астанада ма бір жақта тұрады. Өздерінен өздері сондай келеді мінекей. Ақша да келеді, бәрі де келеді ше. Тек қана шын жүрекпен, көңілмен жаса да ары қарай тарат. Енді Күлипа ханым қалмайды, ол кісі таратады ертең. Просто и как, знаете, менің басымнан мен өзімді жазып алдым, мен де щитовидкадан, онкология деп айтқан. Менің сіңілім онкологиядан басын көтерді. Тұра алмай жатқан адам орнынан тұрды, весі қосылды, давлениесі көтерілді. Дәрісіз дәрмексіз тек қана осы жаттығулар жасады деп, бұл кісінің артынан миллион адам келеді қазір. Дұрыстап жеткізетін болса, миллион адам келеді. Талай адамды құтқарып алады қазір, жұлып алады, орнынан тұрғызады. Күлипа, сондай сізде не бар, мүмкіндік бар. Сіз прожили это все, Да. пропустили через свою жизнь. Вы смотрели, жаңағы өзіңіз ауырып жүрсіз, скрывали. Сіздің артыңыздан сіңіліңіз ауырып қалды, соны сіз көтеремін, құтқарам деп, үйімді сатам, машина сатам деп жүрген кезде, мінекей сіздің өзіңіздің ниетіңіз таза, жақсы адам болғаннан кейін суперджам кездесіп, мінекей оңай жолмен сіз денсаулығыңызды түзетіп алдыңыз. Сол денсаулығыңызды миллиард долларға сіз сатып ала алмайсыз, правильно же, өміріңізді. Жаңа Назираның өмірі мен оның жаңа денсаулығын тағы да миллиард долларға сатып ала алмайсыз. Сондықтан сіз өкінбейсіз ғой, қазір осы жерге келіп ашық қойып, жаңағы бұл кісі де үлкен бизнес алып отыр, миллион тұратын, 2,5 миллион ба тұрды, иә, сіз сатып алған кезде. Соны оған өкінбейді, өйткені 2 адамның өмірін құтқарып отыр. Онкологиядан кетіп қалған ана врачтар таң қалған, саған срочно операция жасау керек деген. Жасамайым деген кім? Мен операция жасасам, одан ары жаман болып кетем. Енді оны да жүрегі сезіп тұр, внутренне что-то подсказывает дейді. Надо слушать себя. Көрдіңіздер ма? Алдыда бір азақ уақытта, январда болған дүние, қазір мінекей әлі декабрь енді келе жатыр. Осы арада бұлар усиленно жұмыс істеді, өздері шығарып алды. Ал не айтасыздар енді? Мен мынаны жазып қойдым. Керек болатын болса, мен бұл записьті беретін болам. Күлипа ханым, сізге басым деген, сізде кеше айтып жатқан кезде мен денем дірілдеп кеткен. Айтып жатқан кезде міне, мен любой кез келген адам айтам ғой, қандай ауруың болмасын, мына жерден жұлып алады сені. Егер сен сеніп осы жаттығуларды жасасаң, болды. Рахмет, біздің клубымызға сіздің сөйлеген сөзіңіз өте қатты әсер етті. Бізді бұл жерде негізгі көңіл күйіміз денсаулық пен әдемілікке деп жасағанбыз, звезды деп, жұлдыздар деп ат қойғанбыз. Сондықтан да осы клубтың шын ниетпен жұлдыз болуларына, шын ниетпен денсаулықтарының мықты болуына, шын ниетпен әдемі, іші де сырты да әдемі болуға мен барлық күшімді салып жатырмын, барлық өзім білімді беріп жатырмын. Ала біліңіздер и бере біліңіздер. Берулеген есептеріңізді беріңіздер и ай сайынғы активностьіңізді жасап қойыңыз. 16 мың төлеп қойыңыз. Мен энергия беріп жатырмын, уақыт бөліп жатырмын. Әр нәрсенің судың да сұрауы болады. Түсініңіздер. Ол маған толығымен келмейді. Мысалы, алдарыңызда тұрған Анар ханымға келеді. Ол основной суммасын сол кісі алады. Одан кейін бір 23 рубль деген қанша? 23 рубль деген теңгемен неғанда сол ақшадан 23 рубль алады екен мен. Жаңа мен төмен жақтан 16 рубль алады екен. Рубль дегеніміз қазір жаңағы бізде 6-7 деп алайықшы, иә? Қанша болады екен сол? 23 рубліміз 7-ге көбейтсек, 161 теңге алады екен мен сіздердің сол 16 мыңдарыңыздан. Өйткені оның 70%, 71% сіздердің наставниктеріңізге кетеді. Сонда справедливо болсыншы, мен сіздерге беріп көріп жатқан, мен деген 161 мың алады. Жарайды, соны алсам да, енді ол да энергия, оны да әр ақшаға не қылу керек дейді, аз көп деп айтпау керек дейді ғой. Просто шындықты, шынайылықты білулеріңіз керек та. Мен соған мен өз бар уақытымды, бар энергиямды беріп жатырмын. Сіздер де активный болыңыздаршы, пожалуйста, хам. Круглыймен мен 200 жаттығу жасадым, будьте здоровын жасадым, сау бол жаттығуын жасадым. Мына бүгінгі жаңағы цитатты, жаңа бүгінгі нақыл сөздерден мынаны түсіндім. Бірақ минут 30 секунд берсеңіздер болды. Онан кейін өздеріңіз тоқтата алмайсыздар. Өздеріңіздің ашыла бересіздер. Білім келе береді, құйыла береді ар жақтан бері. Энергия келе береді.
ал үндемей сөйлемей отыра берсеңдер, просто ала беретін болсаңыздар, бермейтін болсаңыздар, сіздердің берулеріңіз есеп қой. Бермейтін болсаңыздар, сіздер ауырып қаласыздар ертең тағы да. Бірінші беру керек дейді, сонда сен аласың дейді. Мен беріп жатқаннан кейін менің қуатым көп, беріп жатқаннан кейін менің денсаулығым мықты. Сондықтан да берушілердің қатарында да болайық, ала да білейік, алған дүниемізге ақысын төлей де білейік. Сондай дәрежеге жетейік. Рахмет сіздерге, келгендеріңізге, түсінгендеріңізге, осындай өздеріңіздің энергияларыңызбен жаңағы үлес қосқандарыңызға, беттерін ашып, жүздерін ашып, осы жерге қарым-қатынас жасап отырған Изат ханым, сізге де алғысым шексіз, Күлипа ханым, сізге де алғысым шексіз. Өсіңіздер, дамыңыздар, арман мақсаттарыңыз тез орындалуына тілектеспіз. Аман сау болыңыздар. Мен сіздерді жақсы көремін. Бүгінгі күн Разымын. Мен де сізді жақсы көрем. Зат ханым, жақсы көрем. Сіз де айығасыз, жазыласыз. Бар қолыңызда.